сай сабақтар бар. 2 жастан 7 жасқа дейінгі балалар теремок, жалпы даму топтарында сабақ алады. Онда олар әріптер мен сандарды үйренеді, моторика мен сөйлеуді дамытады. Қоршаған әлемді танып, мектепке дейінгі даярлықты жүргізеді. Сабақтар аптасына небәрі 2 рет қазақ және орыс тілдерінде өткізіледі. А еще наши малыши и школьники ходят на уроки по изучению языков казахского и английского. Эти занятия ведут очень грамотные, но не очень строгие педагоги. У них есть много интересных книг и ярких пособий, что помогает ученикам, особенно дошколятам, побыстрее все выучить и запомнить. Сіздің балаңыз Радуга студиясында 4 жастан бастап анық сөйлей салу үшін логопедпен сабақ өтеді. Бұл балаларға барлық әріптер мен дыбыстарды анық айтуға көмектеседі. Сонымен қатар, сіздің балаңыз сурет салуды, мүсіндеуді және әртүрлі қолөнер бұйымдарды жасауды үйренеді. В студии «Радуга» есть уроки творчества, где малыши, надев фартуки и вооружившись карандашами, кисточками, красками и другими атрибутами, смело воплощают свои творческие фантазии. Ну что ж, на сцене Милана Архипова с песней «Кенгуру». Встречайте!